Бармысың ағайын жұрт барша халық, алдыңа келдім тағы арқаланып. Әсия Әселхандар қоймады ғой есенді қайта-қайта ортаға алып. Армысың ал ендеше ақ жеңеше, көңілін бұлғайнының тап жеңеше. Желіккен жеңгелердің дәл өзіндей көтерген базынасын әлденеше. Әселхан өлең сөздің ақ табаны, әйдегенмен ол мені таптамады. Жігітте сенде бүгін ақын жоқ деп Әселхан бүгін маған хат жазады. Ендеше сені бүгін жеңгем деймін, жеңгемді ешбір қыздан кем көрмеймін. Қалжыңдап қайынсырап жеңгем тұрса қалайша қанжығама өңгермеймін. Оу, бар болса қалтаңдағы теңге жақсы, жеңгелер сізден көрі сенге жақсы. Қылықсыз қыздан көрі Әсиядай қырқында қылшылдаған жеңге жақсы. Бір әніме ұласады, жеңгелер қайнысына сыр ашады. Қартайып 20-сында жаман жеңге, 40-ында жақсы жеңге гүл ашады. Ендеше сен де бүгін гүл ашқайсың, қайныңа қайтып мендей сыр ашпайсың. Ұнатқан бар қазақтың қара көзі, ақынды сен қалайша ұнатпайсың.
Демеймін осы Алматы жер менікі, немесе осы отырған төр менікі. Есенқұл осы айтыста басы бүтін әдемі Әсиядай жеңгенікі. Сендіппін ақын жеңге бүгін кешке, аларсың ертең күні жырым деске. Несайып қайныменен жеңге болып бір кешке осы айтысты дүрілдетсе. Қайтеміз осын ұқпай ауылдағы ағамыз сізге өкпелеп ұрым кетсе. Ағамнан несін қорқып жасқанайын, дегенмен артын ойлап сақтанайын. Өткені салт санасын қазағыңның ұмытып кеткендейді қостанайын. Осыған жауап берші, алдыменен мен біраз жауап тосып тоқталайын. Әсия аспаныңда күл сынайын, өзіңді осындайда бір сынайын. Сөкітті сөздер айтып жұрт алдында, демайда бұл Әсия қымсынайын. Желіккен жеңген болып сен отырсаң, қалжыңбас қайның болып шымшылайын. Апамда бол алмайсың замандасын, санасам талай төмен қалар жасым. Өзіңді жеңеші деп өбектеймін ескеріп ауылдағы ағам жасын. Қайны боп жүрем сені сағындырып, қоямын Алматыға сабылдырып.
жас жігіт жеңашау деп отырғанда кетпеме өзің де жаның кіріп. Қайсеңде бүгін саған қайын болам, Әсия белгілі ғой жайың маған. Қайындар қатты әзілдеп кеткен шақта білесің еш нәрседен тайынбаған. О, көркіне кім қызықпас қыз баланың, қыздарды бойдақтардан қызғанамын. Әлде көркімізге қыз қарайды Әсия, ішің десе тұз жалағың. О, толғаған 90 түрлі өлеңмен жүр, қазақта қыздар көбет не бір дүлдүл. Қыздары бұл күнгінің өлең тұрмақ сөйлейді бір-бірімен шүлдір-шүлдір. О, Әсия ақын деген аталғансың, елінен Қостанайдың баталғансың. Айтыста қайын жұртқа қарсы жауып, содан соң сойқан келін атанғансың. Сол жеңгем енді маған тиіседі, жеңгемнің тиіп жүр ғой жиіседі. Қыздары бұл күнгінің жігіттермен көшенің ортасында сүйіседі. Соларға Әсиядай жеңгелерім айтуға ақылдарын тиіседі. Жеңгелер санамай құр теңгелерін, қыздарға ақыл айтса жөн көремін. Жігіт боп мен де қызға қарамаушам, үйреткен бар сұмдықты жеңгелерім. Әдепті қыздар бүгін әсте сирек, оларды осындайда таста түйреп. Ұнатып әкесі емес әлеметін жүреді күйеулерін сотқа сүйреп. Ой, балалы шуда еді базардағы, жалғыз ұл бүгін елдің бар арманы. Қаншақын дүниеге келмей кетті, дәрден болып әттең ажалдары. О, болашақ ұрпақ үшін тарылмаған, аз бүгін Әселхандай қадырланаң. Соңына 5 баласын ілестіріп, кәдімгі мамағаздай мамырлаған. Сөкпеңдер қаттайды деп жеңгелерім, сендерді аймен күнге тең көремін. Тарлықып жаста шіркін қандай бақыт, оншақты ұлмен қызға бөлмелерің. Атынан жеңгелердің сөйлесін деп мен енді Әсияға сөз беремін. Шарлап жүрсің Астананың өңірін, енді ғана басталғандай өмірің. Шүйлі көпсің бүгін маған есен қыл, қалған екен сірә қыздан көңілім. Көрініп тұр жыр отына қызғаның, оғаш болар елдің ойын бұзғаның. Қырық үйден тыйым салып жүрсе де, қадірі деген халқым қазақ қыз жаны. Жырла деуі өтірегінді ағайын, домбырамды орай тағайын. Өзің ашып бере аламасаң қыз жайын, жырлауға мен барды салы тағайын. Қыз биязы текебеттің түгінде, қыздар әсем қырдың қызылы гүлінде. Көңілінен шыққан затты қашанда, дейді халқым қыздың жиған жүгінде. Талай ойлар келіп қалды көмейге, қыз мінезді жігіт екен демей ме? Түсінбесе қойдың ойлашы есен қыл, жігіттерді халқым қызға тегей ме? Орынсыз өзің мақтағаның, ақылсыз арыныңды
көзімді айтып әсия нағыласың, көзімді айтсаң тағы да жаңыласың. Соқыр десең тиеді, Құнанбайға деген сөздің ұқпайсың мағынасын. Көзімнің көктігіне өкінбеймін, кемістіп соның үшін отырмейлің. Орыс пенен қазақтың ортасында жалғасып жатқан мәңгі көпірдеймін. О, қыз деген кір жақпаймын жалпы құмға, қыз елдің көркі дейді халқымызда. Шетелдік етік алып, берсе біреу кетеді кей қыз соның қолтығында. Ой, Әсия, әдемісің, бойың сұңғақ, тегеттен аузыңдағы сөзің құрғақ. Қыздары бұл күнгінің аш мысықтай бұралып бибілейді ырзақ жырда. Оларға айтпайсың ба, даңғазадан домбыра халықтағы ырғақпын бар. Көрсетіп көк беттенген сесін беріп, Әсия сөз сөйлейді дөкірленіп. Ақын боп ауылыңда жүрсің жалғыз бір бидай арп ішінде секілденіп. Қайдосы ақын құрбы жерлестерің, қолына домбыра алған бой жеткенің. Бұралып бір жақсылу шыға келсе, бәйгемді айтыспай-ақ бермес бедім. Оу, жас келін жарасады бесігіммен, жаюлы дастарханы несібіммен. Келіні бұл күнгінің вамкова деп ешкімге қаратпайды есігінен. Жас келін жарасады енесімен, кетпейді жақсы келін елесінен. Келіні бұл күнгінің келсаптай боп енесін жүргізеді төбесімен. Кеңшін көп келіндердің әлемінде, айтылсын соның бәрі өлеңінде. Еліп сәлемдерін бермек түгіл алмайды атасының сәлемінде. Дәстүрдің біз білеміз тоз басында, ертеңге жақсы дәстүр өз басында. Әсия келіндерге ақылыңды айт, болмаса сол кемшілік өз басында. Ой, бай болсын қара көздер қызғылыққа, көп біздің жақсы дәстүр өзге жұртта. Ал енді осы менен қошамын бол, Әсия көріскен жау бізді ұмытпа. Алдыңнан шыға берді ау торғыт деген
үйленгенің дұрыс сірә есен қыл, талай қыздың жерсің әлі тоқтағын. Жүрегіңде жыр болмаса толымды, кес-кестеме енді менің жолымды. Тайсақтама бірақ өнер жолында, достықпенен ұсынамын қолымды. Басылмаса әнге деген құмарым, мен сеземін бұлай тыстың тынарын. Қош сау болып тұрыңыздар көрермен, көңіліңді қол соғудан ұғамын. Mikrofon.